Ит көйлектің қасиеті. Ит көйлекті кімге берген дұрыс? Ит көйлек жаңа туған нәрестенің ең алғаш киетін киімі. Оны ертеде әжелеріміз қолдан тігіп қастерлеп ұстағаны жайында дерек көп. Онымен орындалатын түрлі салт-ғұрыптар да бар. Ырымдары да жетерлік. Дегенмен дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген емес пе? Қазір нәрестені қырқыннан шыққан соң көйлегіне тәтті түйіп, иттің мойнына байлап жіберетіндер, алыс жолға сапарға шыққанда тұмар етіп қалтасына салып алатындар жоқ шығар. Бірақ мынадай ырымды алғаш естуім еді. WhatsApp арқылы бірге оқыған топтастарың ішінен бір қыз кімде нәрестенің 7 жылдан артық сақталған ит көйлегі бар деген қызық сұрақ қойды. Қолым тимеді ме, аса мән бере қойған жоқпын. Бірақ қыздардың арасында ең бірінші болып жастай тұрмысқа шыққан менің өзіме жеке хабарлама да жазыпты. Үлкенің 15-тен асты ғой, сенде бар шығар дедім. Өте бір жақсы жанға керек болып тұр нәрестенің ит көйлегі. Бар болса бересің бе? Ырымы екен осындай дегенде басында бір түрлі болып көрінді. Шынымды айтсам, сандық түбінде жатқан 4 баламның ит көйлегін қызғанғандай болдым. Түсінбей қалған шығарсың, қайынсіңілім 9 жыл болды. Тұрмысқа шықса да құрсақ көтере алмай жүр. Бармаған дәрігері, қаралмаған емшісі қалмады. Екеуінің денсаулығынан ешқандай кінәрат таппады. Байғұс жылай-жылай өлетін болды. Қайбір жылы әулетіндегі үлкен бір қария нәрестенің 7 жылдан аса сақталған ит көйлегін қалап ал біреуден. Негізі көп адам сақтай бермейді. Ежелден дәстүр бар. Баланы қырқыннан шығарған соң сол 40 күн бойы киген ит көйлегін ырымдап бала көтермей жүрген әйелге беретін болған. Ниет таза, тілегің асыл болса арманың орындалады. Жаратушыдан тіле, ізгі амалды да жасап көр. Сол ит көйлекті құрсағыңа қойып тұрып, тілегіңді айт, иіске, тәнің көйлекке сіңген нәрестенің иісіне балқысын деген екен. Бірақ оған қайынсіңілім онша мән бере қоймапты. Қайбір күні таңнан жылап қоңырау шалып тұр. Сол қарияны түсінде көріпті. Ол кісі қайтыс болып кеткен еді. Менің айтқанымды істемедің ғой қарағым дегенде шошып ояныпты. Тегін емес шығар, аян беріп отырғаны ғой. Содан жабылып, нәрестенің көп жыл сақталған ит көйлегін іздеп жатырмыз. Ешкімнен таппадық. Біреулер ырымдап тұмар тігіп қойыпты. Енді біреулердікі әлі 7 жыл толмаған. Біреулер кейінгі балаларына кигізіп тоздырдық дейді. Таныстарымның бәрінен сұрап жатырмын деп тоқтаған оның өзім танымайтын қайынсіңлісіне жаным ашып кетті. Әйел боп өмірге келе тұра өз құрсағынан шыққан сәбиді аңсағаннан артық азап жоқ шығар. 4 баламның да ит көйлегін сақтап қойғанымды, ең кішкентайымдікінің өзіне 4 жылдан асқанын айтқанымда ол қуанып кетті. Оны сақтаған да дұрыс қой, бірақ кейін не істейсің оны? Одан да осындай шын ниет еткен жандарға беріп жіберсейші, сауабын аласың деген соң ойланып қалдым. Расында сандықтың түбінде жатқан ит көйлекті не істерімді білмей жүредім. Бұл ит көйлекті не істеуім керек екенін маған ешкім айтпапты. Мен де тек ит көйлек қой деп сақтап қойыппын. Анда-санда сандығымды бір ақтарғанда балаларымның нәресте кезіндегі иісін сағынып, иіскеп алатыным болмаса, өздеріне көрсетсем күледі де қояды. Расында қадірін білмейді ғой қазір. Содан ойлана келе, ең үлкенімнің ит көйлегін сол келіншекке беретін болып шештім. Көрші қалада тұрады екен. Ертеңіне келіп, көзіне жас ала тұра, алғысын жаудырып, ешқашан аяқ асты етпейтініне сөз беріп алып кетті. Бір сөмке тәтті мен балаларыма сыйлығын көтере келгеніне ыңғайсызданып қалдым. Перзенттеріңіз ұзақ жасап бақытты болсын. Шын ниетіммен алыңыз, қолымды қайтармаңыз деп қояр да қоймай қолыма ұстатып кетті.
Мен де көзінен мейірімі төгілген әдемі келіншекке перзент тілеп қала бердім. Бір-екі күн бойы ол ойымнан кетпей, тілімнің ұшына Алла перзент сүйдірші оған деген тілегін де орала берді. Кейіннен тұрмыстың күйбеңімен ұмытып та кеткен екенмін. 6 айдай уақыт өткенде бірге оқыған құрбым қоңырау шалды. Тұтқаны көтере салысымен қуанышын айтып, алғысын жаудырып жатыр. Қайынсіңлісі құрсақ көтеріпті. Естігенде көзіме жас үйірілгенін өзім де байқамадым. Құдайдың құдіреті шексіз. Ниет тілекпен жасалған қазақтың ырымының астарында бір талай ғибрат жатыр екен-ау. Тағы бір өзім жүкті болғандай құрсағымды сипай беріппін. Сол қуанышты жаңалықты естіген соң қалған 3 баламның ит көйлегін кімге сыйласам екен деген ой келді. Ең алдымен бірінші қабатта тұратын күйеуімнің жақын араласатын досы, әрі көршіміздің келіншегі есіме түсті. Жалғыз ұлы бар, ол да студент қазір. Неге екені белгісіз, содан кейін қайтып құрсақ көтере алмапты. Өзі онша әңгімеге жоқ, бұйығылау келіншек еді. Оған қалай айтарымды, неден бастарымды білмедім. Өзі де, күйеуі де, біздің балалар десе шығар жаны бөлек, өте балажан. Тіпті кейде кішкентайымызды көтеріп алып кетеді де, ойыншық пен тәттілерге тойдырады. Ақыры бір күні қипақтап отырып, ойымды жеткіздім. Басында қабағын түйіп сәл ренжігендей болды ма, кейін екеуміз де жылап түсіністік. Әйтеуір әлі жас екенін, әлі де сәби сүйе алатынын, тұңғышымның ит көйлегін қалап алған келіншектің сәби сүйгенін айтып бердім. Алды. Осы оқиғаны әулетіміздегі үлкен абысыныма айтып бергенімде, онда ана 2 ит көйлекті маған берші, ауылдағы келінім, сосын әпкемнің қызы да құрсақ көтере алмай жүр деп жата жабысты. Жас болса перзенттерімнің сәби иісі сіңген ит көйлектерін аяқ асты етіп жүре ме, қадірін білер ме екен деген күдігімнің болғаны рас. Бірақ абысыным өздерін ертіп келетінін айтты. Иә, ол келіншектің құрсақ көтеруі мен ит көйлек сәйкестік болуы да мүмкін, былайша қарасаң. Бірақ соны сәйкестендіріп тұрған да жаратушының құдіреті екендігіне күмән жоқ шығар. Әлбетте ұрпақ жалғастырысы келген, бар жан-тәнімен тілеген келіншектің де тілегі қабыл болған шығар. Ал оған сенім ұялатып, ізгі амал мен салт дәстүр, ғұрып жоралғы қалыптастырған ата-бабамыздың да көрегендігінде шек жоқ.